Енді Қазақстан Республикасы президентінің Қазақстан халқына жолдауына сәйкес енді ол жерде көптеген дұрыс мәселелер көтерілді. Оның ең біріншісі мына орман шаруашылығын алатын болсақ, қазір мына орман шаруашылығын дамыту, мына елімізді көгалдандыру мәселесіне өте жақсы көңіл бөлінді. Мына Семей орманында тұқым бағы бар, орман тұқым бағы бар. Сол қазіргі Орта Азия бойынша негізінен соңғы технологиямен салынған бір жылыжайдың бір комплексі. Сол комплекс негізінде осы Қазақстандағы орманды қайта қалпынау шараларын, осындай комплекстерді, жүйелерді дамыту арқылы орман шаруашылығын дамытуға ұсыныс енгізілді. Бұл өте орынды деп санаймын. Себебі қазір Қазақстанда небәрі біздің ормандылығымыз 5% болғанмен, оны 2030, 2040, 2050 жылғы горизонттарға жету үшін ормандылықты біраз көтеруіміз керек. Сол себепті осы бұл жолдамадағы осы орман шаруашылығы жайында айтылған ұсыныстар өте орынды деп санаймын. Екіншіден, бұл жерде мына білікті мамандарды дайындау мәселесі де көтерілді, дұрыс көтерілді. Ол мамандарды қазіргі уақытта мына біздің даже Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетін алатын болсақ, осы зерттеу негізінде мына тікелей өндіріспен жалғасу арқылы қолданбалы ғылымды одан әрі дамыту туралы да айтылды. Сол себепті бұл бағытта бізде де осы орман шаруашылығында өндіріске қажетті өзекті тақырыптарды гранттық және мына бағдарламалы қаржыландыру бағдарламасы бойынша осы бағытта да жұмысымызды ары қарай жандандыру керектігі өте орынды. Келесі мына осы орман шаруашылығын алатын болсақ та, мына бізде орман мастері деген ұғым бар. Олардың барлығы колледжден кейін дайындалып келу керек. Сол себепті мына кәсіптік осындай орташа арнайы оқу орындарын дамыту жайында да дұрыс айтылды. Осы бойынша, осы бағытта мына колледжде дайындалатын студенттер болашақта оларда өз орнын табу керек. Себебі қазіргі уақытта оларда мына жұмысқа орналасу мәселесі бар, мемлекеттік қызметке тұру мәселелері бар. Сол жағы қазір бір өзекті проблемалардың бірі болып саналады. Және де тағы бір айта кететін жағдай, мына бізде су шаруашылығы, су ресурстары бағытында мына кадрлардың жетіспеушілігі өте Қазақстан деңгейінде өте жоғары деңгейде. Себебі олардың жалақылары өте төмен, су мамандарына қазіргі уақытта мына студенттер, жастар келмей жатыр. Қазір мына біздің университетте соңғы бір 4-5 жылда алатын болсақ, осы су ресурстары мамандығына келетін жастар өте аз. Сол себепті осы бағытта олардың біріншіден мына осы саланы дамытудың жолын қарастырып, мына жеке арнайы министрлік құрылғаны өте орынды. Екіншіден, осы салада жұмыс істейтін мамандардың мына жалақыларын немесе олардың жұмыс атқаратын жұмыстарын рөлін арттыру, насихаттау мәселесі алдыңғы орындардың бірінде тұрған мәселелер. Тағы маған ұнаған бір мәселе, міне ауыл шаруашылығы да. Ауыл шаруашылығын алатын болсақ, ауыл шаруашылығында қазір осы суды үнемдейтін технологияларды енгізу мәселелері. Сонан кейін ауыл шаруашылығын қолдауды тек мына үкімет қана емес, мына қазіргі банктерді кірістіру мәселесі де айтылды. Сол себепті қазір мына 70% қазір үкімет тарапынан етілсе, соның қалған 30%-ын мына банктер осы ауыл шаруашылығын қаржыландыру мәселесіне оларда қатысу керек. Сол себепті ол өте дұрыс көтерілген мәселе. Және де қазіргі кезде біздің елімізде орта бизнестің алатын үлесі небәрі халық шаруашылығында 7%. Соны 15%-ға дейін, осы жуық арада 30 жылға дейін 15%-ға дейін көтеру мәселесі не айтылды. Ол да өте жақсы, себебі ол орта бизнес, кіші бизнеске қажетті жеңілдіктерді жасау керек. Оларға мына налогтық органдар бар, солар жағынан әкелетін мына кедергілердің бәрін жою керек. Сонда ғана біз мына кез келген мемлекетте орта бизнес негізгі экономиканың дамытудың негізгі күштерінің біріне саналады. Сол себепті осы мына орта бизнеске айтылған мәселелері көңілге қонымды. Ол және болашақта осы іске асырылатын
мына алдыңғы мақсаттардың бірі деп санаймын.